Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаевтың 7-ші қара сөзі. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезмен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлардың бәрі тәннің құбары. Егер бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Хан өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен темекілік. Не болса соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, бетіне, тамағына басып қарап, сырна егер не болса, даусына ұмтылып, одан ержетіңкірегенде, мал шуласа да, ит үрсе де, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене? Деп, ол неге бүйтеді? Бұл неге бүйтеді? Деп, тыным таппайды. Мұның бәрі жанның құмары. Абай поэзиясы мен қара сөздерінің оқу эстафетасын бүкіл бұлтындар әулетіне жолдаймын.